Батыс түрік қағанаты туралы не білесің? Ол қай жерде орналасқан? Оның этникалық құрамы жайында не білесің? Бұл мемлекеттің атақты билеушілері жайлы не айтасың? Батыс түрік қағанатының дипломатиялық саясаты туралы не білесің? Батыс түрік қағанаты қалай ыдырады? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Батыс түрік қағанаты туралы не білесің? Ол қай жерде орналасқан? Батыс түрік қағанаты түрік қағанаты ыдырап екіге бөлінуі нәтижесінде пайда болған ерте орта ғасырлық түркі мемлекеті. Оның негізін қалаған Тардуш, Дато қаған. Батыс түрік қағанатының аумағы Алтай, Сібір жерінен бастап Әмудария мен Еділ өзендерінің төменгі ағысына дейінгі аралықты қамтыды. Қысқы тұрағы Суяб, жазғы қонысы Мың бұлақ болды. Саяси ахуалдарға байланысты шекара өзгеріп тұрғанымен, Батыс түрік қағанатының негізгі аумағы ежелгі Үйсін жері Жетісу өңірі болды. Батыс түрік қағанатының этникалық құрамы жайында не білесің? Батыс түрік қағанатының халқы 10 оқ будун, 5 арыс дулу, 5 тайпалы нушеби деп те аталған. Қағанаттың құрамына әр кезеңде қарлұқтар, Енисей қырғыздары, шығылдар, шөмекейлер, тухсилер енді. Батыс түрік қағанатының мемлекет басшысы қаған жоғары билеуші әрі әскер басы саналды. Қарапайым халық қара будун, ал әлеуметтік құрылымның ең төменгі сатысының тәуелді тобы тат деп аталған. Қағанаттың атақты билеушілері жөнінде не айтасың? Қағанатты алғашқы кезде Тардуш қаған басқарды. Бұл кез қағанаттың күшейген кезеді. Шегу қаған қағанаттың шығыстағы шекарасын Алтайға дейін, ал батыстағы шекарасын Тарым өзені мен Памир тауына дейін жеткізді. Батыс түрік қағанатының дипломатиялық саясаты туралы не білесің? Византиямен келісім бойынша Тонжабғу император Ираклийдің Кавказ жеріне жасаған жорығына көмек көрсетті. Тонжабғу мемлекеттің батыстағы шекарасын кеңейтуді көздеген еді. Оның тұсында Орталық Азия мемлекеттеріне қатаң бақылау орнықты. Қысқы тұрағы Суяб, жазғы қонысы Мың бұлақ болды. Жаңа жорықтар қағанаттың оңтүстік шекарасын Ауғанстан жеріне дейін жылжытуға мүмкіндік берді. Батыс түрік қағанатының дипломатиялық саясаты туралы не білесіңдер? Византиямен келісім бойынша Тонжабғу император Ираклийдің Кавказ жеріне жасаған жорығына көмек көрсетті. Бірақ Батыс түрік қағанатындағы қаған билігі Шығыс түрік қағанатына қарағанда әлсіз болды. Қаған билігіне халық наразылығы күшейіп, дулулар мен нушебилер өзара келісімге келмеді. Біреуі қағанды қолдаса, екіншісі қағанның ағасы Көл Батырды қолдады. Осылайша Көл Батыр Тонжабғуды өлтіріп, билікті өз қолына алды. Сол кезде қағанатта ұзаққа созылған азаматтық соғыс басталып кетті. Бұл мемлекет қалай ыдырады? 638 жылы Дулу мен Нушебилер арасында болған шайқастан соң, олардың арасындағы шекара Іле өзен арқылы өтіп, қағанат оң және сол қанатқа бөлінді. Тайпаралық соғыстар 17 жылға созылды. Бұл Қытай әскерлерінің баса көктеп кіруіне қолайлы жағдай туғызды. Түркі тайпалары Батыс түрік қағанатының орнына бірнеше мемлекет құрды. Төменгі Еділ бойында және солтүстік Кавказдың шығысында Хазар қағанатын, қазіргі Қазақстан аумағында 3 мемлекет, батысында Оғыз мемлекеті, солтүстік шығыс және орталығында Қимақ қағанаты, Жетісуда Түргеш қағанаты қалыптасты.